Қазір дайындық жасап жатырмыз пенобетон құюға. Астында стропила 5х20-лық, төбесінде кәдімгі ағаштар, поддонның ағаштары. Бірақ бұның аралары ашық тастаған екен. Сол себептен бетіне ДСП деген лист бар. Кардонға ұқсас ДСП, соны төсеп жатыр. Төсеп, соның үстінен қазір пароизоляционный мембрана төсеп жатырмыз. Бұлайынан қазір төбесін. Төбеде мынандай ДСП. Кардоннан қарағанда қатты болады, бір тегіс әдемі жатыр. Именно шеті 10 см қалыңдықта құямыз. Шетіне борт жасап кеткен ағаштан. Бұл жерде ағаштан жасауға болады, осылай болмаса кирпич, бір кирпич өр жүреді. Бірақ обязательно сейсмопоястың үстіне дейін төселсе пенобетон газ 10 см бірдей болып кетеді. Мынаның үстіне құйылып кетеді, уже мостик холода болмайды. Бұрыштарын жылы болып жатады. Біреулер мына жерге қойып, мына жерден құятын болса, уже арғы беті сейсмопояс мұздай. Бұрыштарда мостик холода болады, крышка сияқты жабылған дұрыс. Борттар қойып тастаған. Мына қазір мына жерге де борт қояды, чтобы 10 см құйғанда ақ кетпейтіндей. Біз мұна пленка төсеп жатырмыз. Мындай мембрана төселеді. Пароизоляционный мембрана. Бір беті мата сияқты, бір беті пленка. Шет оқып жүр, бұл беті пленка болады. Төсеуді бастап жатырмыз. Шеттерінде борт. Кирпичпен көтеруге болады, қайта алып кетсем. Болмаса осында ағашпен.